Онда мынандай тәсіл қолданыңыздар. Қазақстандағы туыстары тікелей сол туыстарыңызға WeChatпен емес, тіке телефонмен қоңырау шала беріңіздер. Мына активпен Билайнда халықаралық қоңырау шалатын функциясы бар. Ашып қыссаңыздар 1 минуты 8-9 теңгеден. Сөйтіп қоңырау шала беріңіздер. Қашан келесің, сағынып кеттік, немереңіз сағынып кетті, атасыз ғой, немереңіз сағынбадыңыз ба, әкетай мен сені сағындым, шешетай мен сені сағындым. Мына есту хабарлар қарағанда жүнгеде саясат жақсарып, адамдардың бәріне паспорт беріп жатыр дейді ғой. Жүнгеліктер Америка, Еуропада шапқылап жүр дейді ғой. Партияның саясаты керемет жақсы болып кетіпті ғой. Ойбай да ойбай, партия керемет жақсылық істеп жатыр екен ғой. Қазақтарға ойбай да ойбай ай. Партияның саясаты қазақтарға нұр шұғылалы сәулесін төгіп жатыр дейді ғой. Сол рас па? Сол нұр шұғылалы сәулесінің аясында сіз келіп мына 6 жыл көрмеген балаңызды бір иіскеп кетсеңізші. Сол Компартияның жаңағы шұғылалы сәулесіменен сіз немереңізді бір иіскеп кетсеңізші, дүниеге келгелі көрген жоқсыз ғой деп еңіреп жылап телефон соға беріңіздер. Толтырып тастаңыздар. WeChat'не де соғыңыздар. WeChat'ке аудионы толтырып тастаңыздар. Және тіке қоңырау соғып, тіке ұялы телефонына немесе үйінің телефонына сөйлесе беріңіздер. Сағындым да сағындым, ойбай да ойбай деп. Себебі жаңағы паспортты басқарып отырған полиция мекемесі, олар қазір жерде паспортыңды алу үшін 2 үкіметтік қызметкер немесе 3 үкіметтік қызметкер кепіл болып қол қойсын. Саған паспорт беру үшін бір адам саған кепіл болып, залогта, яғни кепілдемеде қалсын. Бәлен адам қол қойсын, ол адам үкіметтік қызметте болсын деген қыңыр талаптарды қояды екен. Егер бұл барған адам Қазақстанға барғаннан кейін Қазақстанның азаматтығына өтіп кетсе, онда жаңа кепілге қойылған туысың немесе қол қойып жазбаша кепілдік берген 2 туысың немесе үкіметтік қызметтегі 3 туысың заңды жауапкершілік арқалайды екен. Сондықтан қандай қазақ өз саған кепілдік береді? Сенің Қазақстанға барғасын азаматтық өтіп кетуіңнен қорқады. Сондықтан паспорт ала алмай отыр екен. Ал жаңа полицияның бастығының өзі жоғарғыдан ресми құжат түспегеннен кейін, оның өзі жаңа саған паспорт беріп, жаңағы мансабынан айырылғанша бермей мансабымды сақтап отырайын деп, жаңағы паспортын сұрап барған қазаққа әкіреңдеп, дікеңдеп есін шығарады екен. Ол да қорқып отыр. Себебі жоғардан жаңағы бұйрық жоқ. Яғни бұл жерде заң салтанат құрмаған оларда. Мысалы, кез келген демократиялы елге баршы. Жапон, Тайвань, Корей, Сингапур, сұраш, кез келген елді осы паспортын ала алмай, шетелге шыға алмай жылап жүрген ел бар.